Неден қорқу керек? Егер де 10 жақта варикоцеле болса, нақты сол УЗИ бойынша диагноз қоюға болмайды. Бір науқас бар, ол жаңағы ұялмай нақты айтады. Егер де дәрігерге келдіңіздер ме, барлығын айтыңыздар, ұялып керек емес. Бұл Ер денсаулығы подкасты. Сәлем достар, бұл Ер денсаулығы подкасты. Бұл подкаст аясында біз ерлерге қатысты сексология саласын, андрология, урология саласын, психология саласын талқылаймыз. Бүгін бізде қонақта өте тәжірибелі, білікті маман Еркебұлан Ермағанбетов, уролог, андролог. Асқындырып алуға бола ма, немесе алдын алуға бола ма, немесе асқындырмай жатып емдеп алуға бола ма? Мысалы, операциясыз, мысалы, белгілі бір витаминдерді ішу арқылы, не мысалы дәрі ішу арқылы оны асқындырмай, мысалы, үшінші дәрежесіне жеткізбеуге бола ма? Бұл мысалға варикоцеле болатын болса, ол болады. Ерте ме, кеш пе, ол бәрі де болатын ауруларға жатады. Ол бір. Екіншіден, оны дәрілік емдеу қазіргі жаңа қан тамырларын қатайтатын сондай дәрілерді пайдаланып жатыр. Бірақ нақты бір осындай көмектесті, осындай случайлар болды деп статистика жоқ. Бір екіншіден жаңағы кейсы дейді, қазір айтады, конкретный фактілерді. Вот мен науқасты емдедім, осындай болды, осындай деп жаңағы дәрі не болмаса витамин ішу арқылы жақсарды дегенді мен естімеппін. Кейде болады прогрессирование болезни деген болады, ары қарай жалғасуға аурудың. Кейбір кезде өзі тоқтайды. Өзім айтып отырмын, УЗИ жасаған кезде жаңағы тамырдың диаметрі қарайды. Егер тамырдың диаметрі мысалы келді бір жыл бұрын, оныкі мысалға осындай размер болды. Тағы да келді, өзгерген жоқ, сол қалыпты. Оның мазасы жоқ, берекесін кетірмейді. Онда ол кісіге операция жасап керек емес. Жаңағы спермасы да жақсы болса, анализі. Соның барлығын қарап. Егер де бір жылдың ішінде қатты өзгеріп күрделі болып жатса, онда әрине операция жасап, ота жасаған дұрыс. Егер де 10 жақта варикоцеле болса, ол жаңағы қауіпті нәрсе. Неге сол жақта қалыпты да, ал оң жақта болуы қауіпті? Өйткені 10 жақта пайда болу, мысалға, өмір бойы ода варикоцеле болған жоқ. Ал жасы келе, мысалға, үлкейген кезде не болмаса да, жаста бала болсын, мысалға, 10 жақта варикоцеле бар. Ондай кезде опухоль деген болады, қатерлістіктер, забушенное пространство деген болады. Жаңағы 10 жақтан шығатын тамыр қысылған кезде бірдеменің әсерінен опухоль болсын, жаңағы мысалға бір кедергі болсын, сол кезде это жаңағы первые признаки 10 жақтары варикоцель адамды жаңағы УЗИ брюшной полости дейді, соны өткізуге. Өйткені опухоль сырттан келген басып тұруы мүмкін, и сол жаңағы варикоцеле туғызуы мүмкін. Бір сөзбен айтқан кезде, мысалы, қан жүріп тұр, барда бірдеме оны қысып жатыр, қан дұрыс жүрмейді, и ол да жаңағы расширенияға келеді. 10 жақтан болған кезде варикоцеле, онда науқасты толығымен қарап зерттеу керек. УЗИ көрсете ма, сонда, мысалы, қатерлі ісік бар ма, жоқ па екенін? УЗИ деген ол жаңағы алғашқы диагностиканың түрі ғой. Егер де ол жерде бірдеме көрсе, содан кейін науқасты компьютерный томография, не болса магнитный резонансный томография дегенге жібереді. Сосын осы туралы айтып кететін ақпарат болсын науқастарға. УЗИ жаңағы қолжетімді диагностиканың түрі. Ол бағасы да арзан, жаңағы бір мезетте көп адамды 20-30 адамға дейін бір күнде қабылдауға болатын. Ал егер де ол кезде бірдеңе көрсе, нақты сол УЗИ бойынша диагноз қоюға болмайды. Ол үшін жаңағы егер де опухоль бірдеме болатын болса, онда нақты қандай екенін, қатерлі ме, қатерсіз бе, онда жаңағы компьютерный томография, жаңағы МРТ соны өту керек. Бүйректе бір образование бар деп келеді. Сол кезде менде УЗИ бар, операцияға дайындалу керек. Біз айтамыз, операцияға жаңағы УЗИ бойынша біз алмаймыз. Жаңағы көру керек, компьютерный томография өту керек. Кейбіреулері түсінікпен түсінеді, түсіндім. Кейбіреулер неге,
УЗИ бар ғой, сендер неге етпейсіңдер, сендер мені ана специалистке жіберіп жатсыңдар, былай жіберіп жатсыңдар, өздерінің терминдері бар ғой, футболити деген сияқты. Ондай кезде түсіндіреміз, сіз ренжімеңіз, өйткені бұл міндетті жаңағы обследование, өйткені компьютер томография. УЗИ ол дәлел емес, нақты емес. Нақты емес, мысалға УЗИ ол түсіреді. Мысалға қараймыз ғой, УЗИ мысалға аппарат болса, ол былай қарайды, ал компьютерный томография ол нақты толығымен астынан төмен қарай, жанынан не болмаса алдынан көреміз. Ең бастысы жаңағы қандай тамырлары бар, қай жерде метастаза бар, өсіп жатыр ма, ол бір жерге өсіп жатқан жоқ па, егер де болашақта ота жасасақ, жаңағы науқасқа қандай доступ керек, малоинвазивный дейді ғой, жаңағы зияны аз болатын, пайдасы көп болатын методикаларды қолданып болсақ, ол сол нақты білу үшін сол методтар керек. Даже егер де полностью науқас обследование болса, ота кезінде ол бәрібір де басқаша болуы мүмкін. Анатомия әркімде әртүрлі. Айтады ғой, мысалға, бес саусақ бірдей емес, әркімде әртүрлі. Кейбіреуінде мысалға дополнительный артерия болуы мүмкін, кейбіреуінде дополнительный вена болуы мүмкін мысалға. Сол себепті осы обследование керек. Жалпы Қазақстанда статистика жүргізу мәселесі бар сияқты, барлық жағдайда медициналық жақтан дұрыс статистика жүргізілмейді. Ол дұрыс жүргізілмегеннен ол жаңағы әдейі ешкім етпейді, оны жүргізбеген. Мысалға қараңыз, науқас келді жергілікті поликлиникасына, өзінің қарайды, ол адам көп, ол күтеді, сол күтпес үшін мысалға жекеменшік медицинский центрге барады. Жекеменшік медицинский центрде жаңағы көбісінде жоқ единый база дейді ғой. Жаңағы мысалға науқас келді, оған варикоцеле диагнозын қойды. Ол жаңағы сол центрдің айналасында қалды. Ешқандай базаға, орталық базаға түскен жоқ. Оны ешкім тіркемейді. Егер де мысалға барлық шағын орталықтар, жекеменшік, үлкен орталықтар болсын, егер де олар тіркеп отырса, үлкен орталықтар қазір жақсы. Олар жаңағы страховка арқылы көп нәрсені жаңағы бір базаға тіркейді. Ал кішігірімдер олар тіркемейді, ол бір базасы жоқ. И көп жағдайда статистиканы нақты айту Қазақстан бойынша әзірге қиын. Болашақта мен ойлаймын, оның барлығын дұрыстайды. Бір базаға, бір жүйеге алып келеді оның барлығын. Мысалға, жаңағы жыныстық жолмен берілетін инфекциялар, мысалға ұялады, мысалы адам жаңағы кожа-вена орталығына бармайды, ол барады жаңағы частный центрлерге, и сол жерде ол емделеді, бүкіл ауыл, ешқайда ол информация шықпайды. Сол орталықтың ішінде қалады, науқас қана біліп жүреді, үш адам ғана жүреді. Орталық біледі, науқастың өзі біледі, емдейтін дәрігер біледі. Болды, басқа ешкім білмейді, оны ешқайда тіркемейді. Және де қалай енді осындай аурумен ауруды деген ол адамға ұялады ғой адам ондайда. Былай нақты мен рас айтайын, бір науқас бар, ол жаңағы ұялмай нақты айтады, ол ешкімнен де ұялмайды. Өзінің жергілікті терапевтіне барған кезде осындай аурумен ауырдым, осындай әсер етуі мүмкін ба, мен осындай деп түсіндіріп атады. Ал көбісі жаңағы айтпайды. Даже мысалы урологияға маған келсе, осындай урологиялық андрология проблемам бар деп айтудың алдында, жанамалап басында основной проблема жоқ дейді, сосын сөйлесе ақырын шығады. Енді қиын оны шығару. Бірақ айтатыным, егер дәрігерге келдіңіздер ма, барлығын айтыңыздар, ұялып керек емес. Егер де қазақта мақал бар ғой, ауруын жасырған, соған жеткізбеу керек бізге. Егер де денсаулығыңызға қатысты мазалаған қандай да бір сұрақтар болса, пікірге жазып кетіңіздер. Келесі бөлімдерде міндетті түрде маманнан тиісті жауап аласыздар. Пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар және каналға жазылыңыздар. Бұл Ер денсаулығы подкасты.